Қайырлы күн, жас дос. Мен Асылтаева Айнагүл Мұратқалиевна Титов атындағы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімімін. Бүгінгі сабақты бірге оқуға шақырамын. Бүгінгі математика сабағының тақырыбы тиімді есептеу. Кітабыңды алып, 6-шы бетті аш. Бүгінгі сабақта не үйренетініңді оқы. Дұрыс, бүгін сен жылдам есептеу үшін қосу және көбейтудің қасиеттерін қолдануды үйренесің. Енді бірінші тапсырмаға қара. Сырым мен Әлия Қазақстанның көрікті жерлерін аралап қайтты. Өздерімен бірге әдемі фотосуреттерді әкелді. Ол Іле Алатауы, Іле өзені, Көлсай, Алтынемел ұлттық табиғи саябағы, Алакөл, Қатонқарағай ұлттық табиғи саябағы, Бұқтырма өзені, Баянауыл ұлттық табиғи саябағы және Бурабай. Әр суреттің астында саған өрнектер беріліп тұр. Қазір сен бұл өрнектерді шешу үшін тиімді тәсілдерін таңдап, мәнін табу керексің. Өрнектерді шешу барысында мұқият бол. Тиімді жолын ізде. Болсаң, жауаптарыңды тексерейік. Егер сен 8-9 өрнектің жауабын дұрыс тапсаң, керемет. 6-7 өрнектің жауабын дұрыс тапсаң, жарайсың. Ал енді 4 немесе 5 өрнектің жауабын тапсаң, жақсы. Егер 2 немесе 3 өрнектің жауабын дұрыс тапсаң, демек саған әлі де талпыну керек. Енді 7-ші беттегі 3-ші тапсырманы шығарып көрейік. Тапсырманы мұқият тыңда. Саябақты көгалдандыру үшін әр қайсысына 9-дан 3 қатар қайың көшеті отырғызылды. Барлығы неше көшет отырғызылды? Суретке мұқият қара. 3 қатар. Әр қатарда 9 көшет. Шешуін тауып, жауабыңды жаз. Қандай амалды қолданып шығардың? Болсаң, тексерейік. Шешуі 9 көбейту 3 тең 27. Жауабы барлығы 27 көшет отырғызылды. Егер сенде дәл осылай шықса, керемет. Келесі 4-ші есепке назар аудар.
Шағын зауытта 45 килограмм тыңайтқыш 9 қапшыққа салынды. Сұрағы: әр қапшыққа неше килограмм тыңайтқыштан салынды? Суретке мұқият қара. Зауытта барлығы қанша килограмм тыңайтқыш? Қанша қапшыққа бөлініп салынды? Ойлан. Шешуін қандай амалмен табамыз? Шешуін тауып, жауабыңды жаз. Енді шешу мен жауабын тексеріп көрейік. Шешуі: 45 бөлу 9 тең 5. Жауабы: әр қапшыққа 5 килограмм тыңайтқыштан салынды. Егер сенде дәл осылай шықса, керемет, жарайсың. Енді үйге тапсырма жазып ал. Кітаптың 7-ші бетіндегі 3-ші тапсырма. Есепке кері есеп құрастырып, оларды шығар. Құрметті дос, сен жаңа тақырып бойынша негізгі мазмұнды алдың. Басқа материалды мұғаліміңнен аласың. Егер сенде сұрақ туындаса, оны мұғаліміңе қоюға болады. Білім жолында табысқа жетуіңе тілектеспін. Математиканы жақсы оқып, алған біліміңді күнделікті өмірде қолдануыңды қалаймын. Сәттілік тілеймін, жас дос.